Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Эфирде 102. Бір апта ішінде Павлодар облысының аумағында 160 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелді. Оның ішінде ауыр дене жарақаттары 1, есірткі қылмыстары 9, ұрлық 33, мал ұрлығы 5, бұзақылық 2, айдап әкету 1 және 46 алаяқтық. Қоғамдық орындарда 22, көшелерде 9, мас күйінде 10, кәмелетке толмағандармен 1 қылмыс жасалды. Павлодар облысында мал ұрларының тобы ұсталды. 22 сәуірде арнайы операция жүргізу барысында Павлодар облысы полиция департаментінің жедел қызметкерлері Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігі қызметкерлерімен бірлесіп 4 қатысушыдан тұратын топты ұстады. Ертіс ауданында іздестіріліп жатқан ер адам ұсталды. 23 сәуірде жеке үйлерді аралау және полицияның есебіне тұрған есепке алынған адамдарды тексеру кезінде учаскелік полиция инспекторлары үйлерінің бірінде жеке басын куәландыратын құжаттары жоқ ер адамды анықтады. Полиция қызметкерлерімен әңгіме кезінде ер адам өзінің шын есімін жасырып, полициядан бұлтаруға тырысты. Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігі деректер базасы бойынша тексеру кезінде ер адамдардың деректері сәйкес келмей, одан әрі тексеру үшін ол полицияға жеткізілді. Тексеру нәтижесінде 37 жастағы аталмыш азаматтың Железин ауданында ұрлық жасаған үшін іздестіріліп жатқаны анықталды. Енді оған сот алдында жауап беруге тура келеді. Айта кету керек, ағымдағы жылы жедел қызметкерлер іздестіріліп жатқан 24 қылмыскерді ұстады. Павлодарлықтардың түнгі серуені сәтсіз аяқталды. Павлодарлық парақшаларда қара киімдегі белгісіз ер адамның подъезден велосипедті алып шығып, бара жатқаны бейнеленген видео жарияланды. Сағат 4-тен 5-ке дейінгі уақыт аралығында белгісіз ер адам подъезде ешкім жоқ екенін пайдаланып, велосипедін ұрлап, белгісіз бағытта қашып кеткені анықталды. Алайда велосипедті оңай олжаланған павлодарлықтың қуанышы ұзаққа бармады. Патрульдік полиция батальонының инспекторлары күдіктіні көп ұзамай ұстады. Ол 31 жастағы қала тұрғыны болып шықты. Айтпақшы, ер адам велосипедті сатып түскен ақшаны жеке қажеттіліктеріне пайдаланып үлгеріпті. Басқа жағдайда ер адам Назарбаев даңғылындағы номер 40-шы үйдің кіреберісінен құны 25 мың теңге тұратын Стелс маркалы велосипедті ұрлап кеткен. Ер адам подъезге кіргенде үстіндегі қызыл күртешені шешіп, аспалы сөмкесіне салып алады. Полиция үйдің кіреберісінде орнатылып, жедел басқару орталығына қосылған бақылау камерасынан бейне жазбаны қарап, соның арқасында күдіктіні ер адамның жүріп өткен жолы анықталды. Ол 25 жастағы павлодарлық болып шықты. Аталған фактілер бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодекс 188 бабы 1 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерулер жүргізілуде. Күдіктілерге қатысты келу міндеттемесі бұлтартпау шарасы таңдалды. Полиция облысы тұрғындарын өз заттарын өте мұқият болуды ескертеді және заттарыңыз бен көліктеріңізді қараусыз қалдырмаңыз. Нәтижесінде 2 адам жарақат алған 2 жол көлік оқиғасы тіркелді. Облыс жолдарындағы бір аптадағы оқиғалардың статистикасы осындай. 23 сәуір күні сағат 13:40-та Павлодар қаласында Абай Есті көшелерінің қиылысында Лада Гранта автокөлігінің 71 жастағы жүргізуші 40 жастағы әйелді қағып кетті. Жол көлік оқиғасы салдарынан жаяу жүргінші жарақат алып, ауруханаға жеткізілді. 24 сәуірде күні сағат 22:00-де Шарбақты ауданының Павлодар Шалдай автожолында кәмелетке толмаған мотоцикл жүргізуші жол жүру қауіпсіздігін қамтамасыз етпей, жол жиегінде тұрған ВАЗ-2111 маркалы автокөлікпен соқтығысты. Жол көлік оқиғасы салдарынан мотоциклдің 17 жастағы жүргізуші жарақат алып, ауруханаға жеткізілді. Көлік құралдар арнайы айып тұрағына қойылды. Тексеру жүргізіліп жатыр. Жылу маусымының келуімен Павлодар жолдарында мотокөлікті пайдалану белсенділігі артты. Ең көп жарақат алу қаупін тудыратын жол көлік оқиғалары осы мотокөліктің қатысуымен болады. Қозғалыс кезіндегі ұқыпсыздық ауыр салдарларға әкелуі мүмкін. Мототехниканың қатысуымен болатын апаттардың көпшілігі статистикаға сәйкес жүргізушілердің тарапынан жіберілетін қателіктерге байланысты орын алады. Себебі мотокөлік жүргізушілері жол қозғалысының ережелерін елемейді. Мотоциклистердің кінәсінен болған оқиғалардың негізгі себептері жылдамдық режимдерін асыру, басы бозу және маневр жасау қағидаларының бұзылуы, көлік құралын басқару құқығы мен жүргізу дағдыларының болмауы. Тәжірибесіздік және абайсыздық көбінесе ауыр жарақаттар өлімге әкеледі.
Қазіргі заманғы мототехникалық бұл көлік құралдарының ішіндегі қорғанысы жоқ түрлері тіпті кішігірім қақтығыстар, кейде жай құлау ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Дегенмен де бүгінгі таңда бұл жастардың кәмелетке толмағандардың сүйікті көлігі. Полиция ескертеді. Мотокөлік бұл балалар ойыншығы емес. Жол абайсыздық пен немқұрайдылықты кешірмейді. Кәмелетке толмағандар жол қозғалысы ережелері туралы қарапайым мәліметтерді білместен жол жүру бөлігіне шығады. Бұл нәтижесінде ауыр зардаптарға әкеледі. Өкінішке орай ата-аналар кәмелетке толмаған балалар мопед немесе скутер сатып әпереді. 16 жасқа толмаған жасөспірімнің жолға шығуы тыйым салынғанын ескермейді. Тіпті баласының қай жерлерде жүретінінде де хабарсыз болады. Балалардың қауіпсіздігі басты бағытта. Ағымдағы жылдың 25 сәуір мен 20 мамыр аралығында полицейлер назар аударыңыз балалар акциясын өткізеді. Басты мақсат балалардың жол көлік оқиғасы салдарынан болатын жарақатының алдын алу, сондай-ақ балалардың көшелер мен жолдардағы қауіпсіз жүріс-тұрыс дағдыларын бекіту. Көп жағдайда жол көлік оқиғаларының себебі балалардың жолдарда дұрыс бағдар таба алмауынан болады. Ағымдағы жылдың басынан бері Павлодар облысының аумағында балалардың қатысуымен 20 жол көлік оқиғасы тіркелді. Салдардан бір адам қаза тапты және 23 адам түрлі дене жарақаттарын алды. Бұл күндері полицейлер балаларды тасымалдайтын автобустардың техникалық жағдайын рейс алдында тексеру жүргізеді. Жол қозғалысының кішкентай қатысушыларынан теріс күлкі көрсететін жаяу жүргіншілер тарапынан да бұзушылықтар болады. Білім беру ұйымдары мен мектепке дейінгі мекемелерде полицейлер оқушылар мен олардың ата-аналарының арасында түсіндіру жұмыстарын және практикалық сабақтар өткізеді. Полиция департаменті тағы жүргізушілер балалар мекемелеріне жақын жерде реттелмейтін жаяу жүргіншілер өткелдерінен, қоғамдық көлік аялдамаларынан және әсіресе аулаларда өте мұқият болуға шақырады. Халықтан заңсыз сақталған қару-жарақ заттарын сатып алу акциясы басталды. Аталған акция 2022 жылдың 25 сәуірінен бастап өткізіледі. Заңсыз сақталған атыс қаруын, оқ-дәрілерді, жарылғыш заттарды тапсырған азаматтарға мынадай айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде сыйақы белгіленеді. Автоматты ойық атыс қаруының әрбір бірлігі үшін 100 еселенген айлық есептік көрсеткішке дейін. Ұзын ұңғылы ойық атыс қаруының әрбір бірлігі үшін 50 еселенген айлық есептік көрсеткішке дейін. Қысқа ұңғылы ойық атыс қаруының әрбір бірлігі үшін 40 еселенген айлық есептік көрсеткішке дейін. Тегіс ұңғылы атыс қаруының әрбір бірлігі үшін 30 еселенген айлық есептік көрсеткішке дейін. Травматикалық тапаншаның немесе револьвердің әрбір бірлігі үшін 10 еселенген айлық есептік көрсеткішке дейін. Әрбір граната, мина, жарылғыш құрылғы және артиллериялық снаряд үшін 7 еселенген айлық есептік көрсеткішке дейін. Жарылғыш заттардың әрбір 1000 граммы үшін 6 еселенген айлық есептік көрсеткішке дейін. Калибрі 5-6 мм-ден асатын ойық қару патрондарын әрбір бірлігі үшін 1,35 айлық көрсеткішке дейін. Ойық қаруға калибрі 5-6 мм патрондарын әрбір бірлігі үшін 115 айлық есептік көрсеткішке дейін төленеді. Сыйақы мөлшерін айқындау кезінде комиссиялар қару-жарақ заттарының техникалық жай-күйін ескереді. Комиссиялар қарудың техникалық жай-күйін айқындау кезінде 3 санатты қолданады. Бірінші санатқа жатқызылған қару үшін төлем ұсынылатын құнын 100% есебін жүргізеді. Екінші санатқа жатқызылған қару үшін төлем ұсынылатын құнының 70% есебін жүргізіледі. Үшінші санатқа жатқызылған қару үшін төлем ұсынылатын құнының 30%-ның есебінен жүргізіледі. Мынадай заттар үшін сыйақы тағайындалмайды. Бірінші, криминалист маманның қорытындысы негізінде атыс қаруы, оқ-дәрі немесе жарылғыш зат болып танылмаған. Екіншісі, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрде есепте тұрған криминалдық қару және тіркелінген қару. Үшінші, қолдан жасалған оқ-дәрілер. Төртінші, тегіс ұңғылы газды және жарақат салатын қарудың патрондары. Келесі ақпарат аң аулау әуесқойларына арналады. Павлодар облысының аумағында 2022 жылғы 23 сәуір мен 7 мамыр аралығында бекітілген берілген аңшылық алқаптарды жабайы үйректер мен ерке құрыларды аулаудың көктемгі маусымы ашылады. Қағидаларға сәйкес аң аулау аңшы куәлігі болған жағдайда аңшылық шаруашылығы субъектісінің жолдамасы немесе жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат қағаз болса, атыс қаруын сақтауға және алып жүруге рұқсат болған кезде аң аулауға жыртқыш құстарды пайдаланған болса, аңшы құстың паспорты болғанда ғана жүзеге асырылады.
Көктемгі аң аулау кезінде аңшылық шаруашылығында ұя салатын үйректердің көк бауырларын аулау еліктіруші үйректер болған кезде жүзеге асырылады. Заңсыз аң аулау фактілерінің жолын кесу мақсатында табиғатты қорғау полицейлері тұрақты негізге рейдтік іс-шаралар өткізеді. Құрметті телекөрермендер, назарларыңызға алғыс айтамыз. Бір аптадан соң эфирде кездескенше.